Сәлем достар, бүгін біз сіздермен манты дайындаймыз. Сонымен бізге қажетті нәрселер фарш қажет, майлы фарш, қойдың құйрық майы алдын ала турап қатырып тастағанбыз. Қырыққабат керек, бірнеше бас пияз керек, және тұз, бұрыш, қауалмыш саламыз, және соя соусы 1-2 ас қасық керек. Одан бөлек бізге қамырымызға ұн және тұз араласқан су керек. Сонымен біз бастаймыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп алып, аса қатты да емес, жұмсақ та емес, қамыр илеп аламыз. Сонымен қамырымызды илеп болдық және осындай полиэтиленді пакетке салдық. Жақсылап илеңіздер. Салмас бұрын жақсы иленген қамырдың егер 5-10 минутта қанып қалады. Сонымен құйрық майымыздың үстіне шамамен қажетті фаршты аламын. 700 грамм 1 килограмм шамасындағы фарш, майлы фарш, сүбе еттен жасалған, үйде жасалған фарш. Сүбе еттің көбінесе қорғанда, басқалай жағдайда көп нәрсеге жарамай жатады. Қатты болып, егер фарш қылып жаса жіберсеңіздер, ет тартқыштан өткізіп, өте жақсы тамақ болады. Ендігі кезекте біз фаршымызды қоя тұрамыз. Фаршымызға дәл осы фарштың көлеміндей етіп, бұдан көбірек болса да болады. Пиязымыз бен қырыққабатымызды қосамыз. Қырыққабат пен пияздың мөлшері, қырыққабаттан пияз 2 есе көп болу керек, сонда дәмді. Ал ет пен майдың үстіне салған кезде бұлар бұның көлемінен көлемі басып тұру керек. Сонда өте ылғалды манты шығады. Сонымен біз бастаймыз. Пиязымызды 4 бұрыштап тураймыз. Сонымен біз фаршымызға пиязымыз бен қырыққабатымызды қостық. 1 ас қасыққа жетпейтін тұз қостым. Және бұрыш қосамын. Және мен қазір көз мөлшермен құям. 1 ас қасық шамасында соя соусын құямын. Өте жақсы дәм береді, және осының барлығын жақсылап қолымызбен араластырамыз. Түгел тегіс араласатындай болу керек. Сонымен мінекей біздің фаршымыз дайын. Түрін көріп тұрсыздар. Фарштан, еттен қарағанда біздің пиязымыз бен қырыққабатымыз көп. Осындай мантылар кішкене сулы болып, құрғақ болмай жақсы шығады. Кішкене қойып қоямыз, тұзы сіңіп, қамырымызды дайындап алғанша. Ендігі кезекте столымызға оны сеуіп, қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Біздің қамырларымыз дайын. 4 бұрыштап кесіп алдық. Және оларды даралап қойып, бетіне фаршымызды салып, бүгіп шығамыз. Фарш көптеу біліп тұрмын. Бірақ менде түскі асқа осы бір жайған қамырым жетеді. Дәл осы фаршпен болгар бұрышының ішін толтырып пісіріп жіберсеңіз болады. Қаласаңыз күріш қосуыңызға болады. Немесе дәл осы күйінде пирожки деген сияқты түрлі бәліштердің түрін пісіре берсеңіз болады. Егер осылай бөгетін болсаңыз, мантыларыңыз томпиып, жақсы піседі. Бұлайнан бүге салғаннан қарағанда төбесін шүршейтіп, осылай бөккен әлде қайда әдемі шығатын сияқты жинақы. Осылай барлығын бүгіп шығамыз. Сонымен біздің мантыларымыз дайын, бүгіп болдық. Бұған дейін суымызды қойып қоямыз. Бүгіп бастап жатқан кезде суымыз қайнап тұру үшін. Енді манты пісіргішіміздің, қайнатқышымыздың табанын майлап, сұйық май, зәйтүн майымен майласаңыздар болады.
және барлығын тізіп қойып шығамыз. Сонымен мінекей біз барлығын бір табақшасына сыйғыздық. Және әрқайсының бетіне бұның орнына сары майды ерітіп қойсаңыздар өте дәмді болады. Пайдалансаңыздар. Немесе сұйық майдың өзін қолдана берсеңіздер болады. Осылай жағып шығасыздар. Сонда тіпті менде қазір қамырым өте жұмсақ. Ал кейде болады бір кебіртіктеніп, қатты иленген қамырлар, қалың жайылған қамырлар құрғақ болып қалып жатады. Соның алдын алу үшін мінекей осылай майды жағып шығасыздар. Мен қазір жартылай жағам, жартысына жақпаймын. Нәтижесін көретін боламыз. Сары май жақсаңыздар, сарғайып, солай күшті жылтырап түседі. Менде сары май тұзды сары май болғандықтан мен қазір қоспай тұрмын. Қолдың сары майы болған. Сонымен мен барлығына бірдей жағып шықтым. Себебі өте тығыз орналасқан, сондықтан соны ескере отырып, майды барлығына түгел жақтым. Енді қайнап тұрған суымызға 40 минутқа қойып аламыз. Сонымен достар, біздің мантымыз пісіп жатыр. Пісуіне бір 2-3 минут қана қалды. Біз қазір салып аламыз. Пешімізді өшіре берсек болады. Себебі бір ғана лист, ол 5-10 минут болса да жылдамырақ піседі. Пешімізді өшірдік. Әдетте мен 2 тәрелке дайындап қоям. Дағының бетімен бірдей олар. Соған төңкеріп, келесі тәрелкені бетіне төңкеріп, солай төңкеріп отырамын. Ал бұл жолы енді мен қасықтап салып аламын. Себебі үйде бір-ақ тәрелке қалады, қалғаны жұмыстарға жібереміз. Түскі асқа. Сонымен біз салып аламыз. Сонымен тәрелкемді дайындап тұрмын. Өте тығыз орналасқан. Бір шетін ашып алсақ, бізге қалған жері оңайға түседі. Салу бөліп-бөліп. Майды жаққанның арқасында, әдетте егер осылай өте қатты тақап салатын болсаңыз, бір-біріне жабысып қалады. Май жағудың арқасында бұлар бір-біріне аса жабысып жатқан жоқ. Қамыры жұмсақ өте. Көрдіңіздер жайылып болғаннан кейін қалай бүгіп жатқанымызды. Мінекей өте жұмсақ иленген қамырдан осылай бір-біріне жабыспайтын мантымыз дайын болды. Қалаған соустарыңызды құйып, кетчуп, майонез деген сияқты қаймақ, бетіне қуырылған нәрсе салып, сәбіз, пияз салып жей берсеңіздер болады. Сонымен біздің мантымыз дайын болды. Мінекей осындай мантымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, достар.